Ауырып тұрмын, кете берейші. Аха. Бұл блок түсірмей-ақ қойып, кете берейші. Ауырып тұрған көрініп тұр, ауру адам ұқсап билеп тұрсың өзіңді. Бір зор қыз жерсіз ғой. Нормально ма? Блогер десе, блогер болып тұрсыз ғой. Номер 1 блогер болып тұрсыз, короче. Сатып алдыңыз ба, или бартерге алдыңыз ба? Конечно, бартер. Қай блогерден көрдің, киім сатып алғанын қазір. Бартер ғой, біз рекламамен батырлат киіне береміз. Қызғам ше, сіз сияқты киінгім келеді да менде. Әдем болып тұрсыз, сұлу болып тұрсыз. Сенбесеңіз, қараңыз мына. Тұрым нормально ма? Әдем болып тұрсыз, қарасаңшы. Не түрім мынау? Түр емес қой мынау. Көз өсіп кеткен, шаш өсіп кеткен, болмайды мына түр. Қойшып кетшіт қой. Досым, сенің түрің нормально ма? Менің түріңді айтсай? Сол сенің түріңді айтып тұрмын мен. Не түр мынау? Жаңағы бір мақтап, образы мықты деп тұрсам. Короче, былай. Бүгін студияға не қойшы, прямо эфирде. Ерекше қонақ келейін деп тұр. Неңмен ерекшеленесің десем, студияға барған кезде айтам, маңызды әңгімем бар дейді. Сол жаңа прямо эфирдегілер қосылсын бүгін, керемет қосылсын. Әзір. Алло. Саламатсыз ба? Кеп қалдыңыз ба? Болды. Күтіп отырмыз как раз. Жақсы, қазір көмекшім күтіп алады. Бар, күтіп аш. Магазиннің алдында тұр екен, күтіп ал бар. Қыз ба? Қыз. Ели. Қыз десе осылар деп кетеді. Құрметті достар, қолы бостар, коуштар, қазақтар, орыстар, ханымдар, мырзалар, бұл өмірге ырза емеспенен ырзалар. Бүгін біздің эфирге ерекше қонақ келейін деп жатыр. Сол үшін бізге қосылып, лайық болсақ та, лайық болмасақ та, саусақтарың 10 тонна болса да, бізге лайық басып отырыңыздар. Жоқ. Не жоқ? Жаңа ерекше қонағыңыз. Кемеге міне? Қыз болса сразу тауып алатын емес, сыртта құт жолыңыз ғана жатыр. Қарындасым жоқсың ғой? Келмедіңіз ба? Тұрым дейді ғой. Қай магазинің алып тұрсыз? Сырым. Сыр магазинің алып тұр екен ғой, барсайшы. Күтіп алсай бар соны. Болды, қазір күтіп алады. Бастарын шығарып көрсеңдер, іздесеңдер. Қыз болса сразу табатын еді. Соны таппай ке, енді таппай кеш, мен сен жұмыстан қуам енді. Таппай кеме. Адамды күйдіріп. Айыпқа бермеңіздер, достар. Қазір меймандарымыз, қонақтарымыз кеп қалады. Сұрақтарыңыз болса, аямай жаудырыңыздар. Бүгін бір маңызды күн болайын деп тұр. Сіз үшін де, біз үшін де. Сәлеметсіз бе? Келдіңіз ба? Саламатсыз. Келдім. Келе беріңіз. Келіп тұрмын, ағай. Ау? Келіп тұрмын. Кірсеңіз енді. Кіріп тұрмын ғой, ағай, алдыңызда тұрмын ғой. Ағай, мен сізді түсінем. Сіз мені көре алмайсыз. Қой, ондай қара ниетім жоқ, мен айналайын қарындасым. Ондай көре алмайтын деп, кірсей болтес. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Шын мәнінде сіз мені көрмейсіз. Менің ерекшелігім осы. Мен көрінбейтін адаммын, человек-невидимка. Ой, ағай, кешіріңізші, мен сумкамды сыртта ұмытып кетіппін. Осы студияға кіргізіп қойсам болатын шығар, иә? Қазір. Шымен біреу жүреу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмилlah. Не болды, ағай, шошымаңыз? Сумкамды алып кіріп қойайын деген ғой просто. Мына жерге қойсам бола ма? Болады. Рахмет. Мә, саған. Ағай! Менің жақсы көретін раушан гүлдерін әкеп қойыпсыз ғой студияға, үлкен. Рахмет сізге. Мә, исінің әдемісін ай. Рахмет, ағай. Елге ескеріп әкеп қойғаныңызға үлкен рахмет, ағай. Өте қуаныштымын. Исінің күштісін ай. Ағай, аузыңызды жапсаңызшы, шыбын кіріп кетеді ғой. Ой, кешіріңізші, құлатып қойдым ғой. Сіз шай ішесіз ба? Мен сізге шай құйып берейін, а? Жоқ, мен құйып берем сізге. Тұра беріңіз. Келіңіз, менің қолынан шай ішсеңізші, ағай. Шошымаңыз, ағай, келіңіз. Маңыз, алыңыз.
Алсаңызшы, ағай. ішпеймін, қарындас. Ішіңізші. Шамайым, ондай шайды кайып жесің, шамайым ондай шайды. Ішпейсіз ба? Ойбай, жаным, қарындас, шешеме человек не бедік бас ба сонда? Жарайды. Бұның бәрі сен қимылдатып жатса ба сонда өзімен өзі? Ё-майо, мен бұндай нәрсе бірінші көріп тұрмын мен. Мәссаған человек не бедіңге кеп тұр ба сонда? Мені көріп тұрсыздар ма? Құрмет достар, көрдіңіздер ма? Көрдіңіздер ма біздің эфирде? Человек невидимка кеп тұр. Олай болса бүгін ерекше шоу, невероятный шоу басталды. Олай болса қарындасым, біз бірден сұхбатты бастаймыз. Ойбай! Ағай, үстіме отырып алдыңыз ғой. Шоштып. Саған, сіз мені отырып едіңіз? Я? Кешірім өтінем. Көрмей қалдым мен сізді. Просто мен бұндай нәрсені бірінші топ тұрды. Одан кейін көріп өтім. Ойбай! Ағай, немеге үстіме отырып ала бересіз? Ай, сендер қанша осыңдар? Сендер мұнда отырған ғой жаңғада. Жоқ, енді сіз жаңа сол жаққа отырған соң менің орным мынау шығар деп мына жаққа ауысқанмын ғой. Қазір қайда түсіп ақымыз ба? Иә, мына оң жақта отырмын, ағай. Мәссаған. Ё-майо. Человек невидимканы бірінші рет көріп тұрмын мен. Көріп тұрмын деп қоямын, көріп тұрған жоқпын ғой мен, ойбай. Мен қарындасым, сонда человек невидимка деген шын өмірде бар ма, мен соны таң қалып тұрмын да, бұл қалай болған деп тұрмын ғой. Ағай, қай жеріме қарап сөйлеп атсыз? Ыңғайсыз екен? Мен просто мен өз эмоциямды жасырамай отырып қарындасым. Бұндай нәрсе өмірінде бірінші тұрмын. Сонда человек невидимка деген сонда қалай? Человек невидимка осылай тудыңыздар ма, или қалай пайда болды? Мен соны таң қалып тұрғанмын. Ағай, түкіріңізді шашпай сөйлей аласыз ба? Қарындасым. Иә, рахмет. Кешірім сұраймын. Есімің өзіңіз бастаңыз, таныстырудан бастаңызшы. Есімім Шұғыла. Шұғыла, ё-майо! Невидимканың есімі Шұғыла. Сонда сіздер адамсыздар ма сонда сіздер? Ағай, бетіме қарап сөйлеңізші. Ойбай. Сонда кімсіз сіздер? Енді ағай, мен бүгін осы студияға арнайы келіп отырмын. Мен де басында кәдімгі адам сияқты туылғам. Мен де садикке бардым, мектепке бардым, мен де универ оқыдым. Мен тіпті ағай бар ғой, магистратураны бітірдім. Прям адам сияқты ма? Кәдімгі адамдар сияқты? Иә, кәдімгі адам сияқты. Солай оқып, тоқып, бәрін бітірген шақта ағай мен жан-жағыма қарай бастадым. Бір күн айнаға қарап, өзіме көңілім толмады. Жан-жағыма қарасам, өзімен жасты қыздардың бәрі алға қарай осып баратыр. Бәрі дамып кеткен, бәрі мықты ақша табады, бәрі күшті болып кеткен. Ағай, сол кезде мен де бар ғой, өзімді іздеп бастадым. Осы менің қай жерім не то дедім да, мен де өзімді іздеуді бастадым. Психологиялық курстарды оқыдым, ағай. Міне бәрі осы жерде басталды ғой, ағай. Ең бірінші мен түрлі психологтардан сабақ алдым, түрлі бизнес-тренингтерге бардым, түрлі коучтардан, спикерлерден сабақ алдым. Мен бар ғой тіпті нумерология, астрология, регрессология, бүкіл логияның бәріне барып шықтым ғой, ағай. Мен өзімді аннан іздедім, мыннан іздедім, сөйтіп таппай қалдым. Нені таппай қалдың? Өзімді. Ойбай, іздеп көрмен бе бір жер жатқан жағысын? Жоқ, ағай, мен өзімді жоғалтып алдым. Мәссаған. Содан көрінбей қалдым. Ё-майо, мен түсінгенім. Сонда сіз түрлі коучтарға, курстарға қатысып, өз-өзіңізге көңілі толмай, осындай адамға айналып кеттіңіз бе сонда? Иә, ағай. Мәссаған, көрдіңіздер ма менің эфирімде отқан достар? Өз-өздеріңізге көңіл толмай, анда-мұнда шаба бермеңіздер. Міне сіздерге тірі пример, қандай жағдайға душар болатыныңызда. Сонымен қарындасым, айта бер, қандай психологқа, міне кімге бардыңыз? Ой, ағай, мен психология деп түпсананың түбіне түсіп алдым ғой, ағай. Бүгін бар ғой, мен өзім барлық шындықты айтуға келдім. Бүкіл списканы берем мен сізге. Тоқта. Ағай, жігітім келді. Кәні? Не ағып бұл жерде? Ағай, жігітім келіп тұр. Салам алейкум, бауырым. Артыңызда, ағай, оң жағыңызда, артыңызда. Артында тұрмын, салам алейкум. Сен не істеп отқанын білесің ба? Ушыра напрямую. Мен саған не дедім? Тиіспеш, бүгін мен бәрін айтам деп келдім, осы студияға арнайы келдім. Ешкім көмектесе алмайды бізге. Көмектеседі, ең құрғанда біздің қателігімізді қайталамасындар, Ешкім мен бәрін көмектеспейді. айтам. Қой дедім, қой. Ағай, көмектесіңізші, не қарап тұрсыз, ағай? Маған өлтіреді ғой қазір мені. Аяқтасыңдар! Жатыр ғой, ағай, қылқындырып жатыр, көмектесіңізші маған, ағай. Аяқта жүрсіңдер! Жабалсыңды. Қой дедім мен саған. Бауырым, қыздың көкірегін ұстама, жібер. Қыздың көкірегін ұстама, жібер. Сен менгін жібердің, ана қыздың әлі ұстап тұр.
түрек жолыма тұрмай қашы былай құрден саны ағай дедім қой дедім тиіспе маған көмектеспейді бізге көмектеседі бүгін мен бәрін айтам тиіспе ұрмашы ағай мұрным қанап жатыр ағай көмектесіңізші өтініш ағай ағай деймін мұрным қанап жатыр не қарап тұрсыз тез скорый шақырыңызшы қандай адамсыз адамға жаны ашымайтын тез шақырыңызшы не қылып тұрсыз деймін мен сізге саған скорый не деп шақырамын мен ойбай ағай сіз сөйтіп тұра бересіз ба мен қазір осы жерде өліп қаламын ғой тез скорый шақырсаңызшы не деген адамсыз сіз тез шақыр дегенде шақыра қоймайтын қандай адамсыз қазір шақырып жылама қарныңа ойбай саламатсыздар ма скорый керек мансұрова 21-22 иә бір қыздың мұрнын қаны тоқтап қаны тоқтамай жатыр иә жігіті келіп ұрып кетті көз алдында дәп-дәлесін шығарды иә бытшытын шығарды мен не қарап тұрсыз деген жоқ ішіне қарап тұрған жоқпын мен ажыратамай келі жылдам келіңіздер жылдам қан тоқтамаса білесіздер қандай жағдай болатынын болды рахмет қарындасым қазір келеді мәссаған құрметті достар көрдіңіздер ма біздің эфирде қандай жағдай болып жатқандарын енді қазір скорый келсе қызды емдеп аламыз Берега шығып тұрған жоқ па? Үрлеш. Кайф. Ассаламалейкум аға. Алейкум салам. Жылдам келгендеріңізге рахмет. Жақын жерде едік. Мына жақта қырғын болып жатыр. Не болып жатыр? Скорый шақырған сен ба? Скорый шақырдық біз. Не болды? Анам қыздың мұрнының қаны тоқтамай жатыр. Кәлі. Әй, менікі емес. Қыздың мұрнының қаны тоқтамай жатыр. Қыздың мұрнына. Жаңа жігітке бұрып кетті ғой бұл жерде. Кімді? Қызды дәп-дәлесін шығарды. Айуан екен ана жігіті. Милиция шақырдың ба? Милиция шақырған жоқ. Бірінші сіздер қаны тоқтатсаңыздар, міндетті түрде Қайда қыз? Қыз осы жерде. Шұғыла. Жүр қарап. Шұғыла. Ауруы мынау? Біз маспыз ба, алаумас ба? Психбаншыға звондайсың, клиент бар деп. Бұндайлар қабылдамайды, бұндайлар тола ол жақта. Көктем кезде құтырады ғой бұлар. Бұна асқынып тұр ғой жота. Кім ер? Құтырған ғой мынау. Мұрнынан қан тоқтамай жатыр еді. Өліп қалды ау деймін Шұғыла. Өні шықпай. Шұғылан кім? Шұғыла деген осы жерде қыз. Сен шұғылан не паластың астына іздеп жүрсің ба сен? Ауру ғой, ол жаңа ауру ғой. Ауру бар ма? Ауру бар ғой. Қайда ауру? Бірақ жоқ болып тұр ғой, сол ауру бар еді ғой бағана. Ауру жоқ. Тоқта, сен адам миын ашпа. Тоқта. Ауру бар ма, жоқ па, бар ма? Бар. Бірақ жоқ. Өзің сөйлеспесің, менен көріп психтаусың ғой сәл. Шұғыла. Беркел, Қарындасым айналайын. тамырыңды берші. Тамырымды қоя тұрыңызшы. Беркел деймін. Қашан басталды бұл? Жарты сағат болды басталғанына. Бұрын өйстіп қайталайтын бет? Жоқ, бірінші рет болып тұр бұндай нәрсе. Ана жігіті келді да, жігітін көрмей қалдым. Айтсам аямайтын ем. Ана қызды кәдімгідей шақылдатып ұрып тастады. Ауру кән? Ауру осы жерде. Кән? Жоқ, бірақ жоқ. Онда атаң басына шақырдың ба? Атаң басына шақырдың ба? Біз ерігіп жүрміз ба саған? Атаң басына шақырдың. Осы шекеғым қағып тастайма әке. Не қылдың? Жынды адамды одан беттер жынды. Не олы қалтырап дүрілді? Әлмәйлі болдың ба? Әлмәйлі ма бәрі? Ойбай, сіз кімсіз? Өз-өзіне келейін деді. Мынау көмектесті ғой. Сен скорый шақырдың ба? Жоқ. Қалай? Сен скорый шақыр, біз келіп тұрмыз ба? Иә, скорый шақырдым. Шақырдым. Қайна, ауру қайда? Ауру міне. Ауру. Сен ойлап тұрсың ба бізбен? Ойлап тұрсың ба сен? Ауру жоқ. Псих боламыз ба кеттік? Екінші шақыратын болсың, бригадамен келеміз. Так что абайла, білістің ба? Ложный вызов деп. Бұдан кейін ерігіп звондама, ұқтың ба? Түріңе болайын, үй фатиба болған. Кешігеміз, отырыстан кешігеміз бұл.
скорый шақырдыңыз ба ағай? Ей, шұғыла қайда жүрсің сен? Ағай, менің түсім түс қапты да, көрген жоқсыз ба? Не дейді? Түсім қапты ағай. Түсі? Я, көрген жоқсыз ба? Айналайын, сен өзіңді көремен, қара түсіңді қайдан көремен? Ағай, кетіп болып қалдым ғой. Ай, сен қайда жүрсің? Скорый келіп кетіп қалды ғой, сен таппай жатыр. Ағай, мұрнымнан қан тоқтамағасын, ваннаға барып жуып келдім ғой. Ағай, сіз скорый шақырдыңыз ба? Ойбай, шақырдым, кетіп қалды ғой жаным, ай, сен. Неге кетіп қалады? Мен мұрнымнан қан тоқтаған жоқ қой әлі, ағай. Ойбай, оны бір бәле тоқтатпасақ. Ой, ағай, шақырсаңшы, не қарап тұрсыз, қандай адамсыз? Енді скорый шақырмаймын, айналайын, енді. Ағай, мұрнымнан қан тоқтамай жатса, қазір мен осы жерде өліп қаламын ғой, қалай шақырмайын деп айтасыз, қандай адамсыз сіз? Шақыр дегенде шақыра қоюға болады ғой осы бір скорыйды. Ойбай, өлтіретін болды мен бұлар қазір. Алло, саламатсыз, скорый керек, Мансурова 21-22. Қыздың мұрны әлі қаны тоқтамай жатыр. Жылдам келіңіздерші. Келді, скорый келді ғой. Басқа нормальный скорый бар ма? Ана кісілердің түрлері қорқынышты айтамай жатырмын не болып жатқанын. Тез жіберіңізші. Рахмет, рахмет. Қарындасым, кетіп қалма. Кетіп қалма. Бауырым, шұғыла қайда? Сен қайдасың сен? Артыңда тұрмын, сол жағыңда, чотам. Қайда? Не болды? Не? Не? Сен ерегісіп жатсың ба мен, Кемелі. Сен не істеп жатқандарын білесіңдер ме сендер? Қызға неге қол көтересіз сен? Шұғыланы шақырып алып. Мен сені бар ғой, ұстап алсам жаныңды шығарам, білесің ба? Менімен ойнама. Менің ашуым қаншалықты екен білесің ба сен? Шашыңды бар ғой, ұстаймын да мойнымды қайыр жібере салам, түсіндің ба? Сесің ба ке? Оны бір ұсылы екен ғой, Аман күшті екенсің өйсің. Күштімін мен, Құдайға шүкір, не? Сомнениең бар ма не? Псих. Не? Кім псих? Өзің псих, түсіндің ба? Әлі тұрған жеріңде толғақтың үкенін салып жіберейін ба? Кім? Тұрасың азанға дейін толғатып. Ойба! Күлкім пришла. Сен мамаға толғақтың үкенін салатын? Сал ал. Мә, қолынан келсін. Әкел салайын. Мә. Ойу! Мә. Пачу! Мына психтан бәлеге қалдық қой, бір пенсияға шығып жуа қоямыз ба деп отырамадық қой адам ұқсап. Мен айтам. Сен осы жерде шығарсың. Мен ақ айтам сендерді кім екендеріңді. Бұлар бар ғой, көрінбейді. Айтам мен. Айтам мен саған. Ойба. Анада әруақ бар. Қазақшылық ба. Әлде қоян шықпа екен, Болды. Біздің Қазақстанда бұндай демдейтін бар ма психбайлың сөзі? Менің немде кездеспеген. Болды, қойдым. Ешек құсап аулап болдың ба? Бергел. Айтпайым. Бар ба, бұдан құтылдың бір жолы бар. Ана жоқ қызын емде жібере салайықшы. Осын сөйлесіп жүргенім ба? Әлім, болды, уайымдама. Біз сенің қызың тауып алдық жаңа. Қазір емдейміз енді. Таптыңыздар ма? Таптық. Шұғыла! Таптың, Емде жіберші. Қай жері ғана бар? Мұрны ғана батыр. Мұрны ғана бар. Мұрында мақта тықып қойдым. Ой, малла. Ана зеленкі жағы батырым. Ой. Осын 3 рет қайталап тұр, жарай ма? Болды ма? Сіздер кәдімгі көріп тұрсыздар ма оны? Көріп тұрып қой. Басын изеп батыр, рахмет деп батыр саған. Рахмет. Ой, молодец. Ой, күдей береді. Көрдің ба? Ризасың ба? Рахмет. Шұғыла, сенде бәрі жақсы ма? Деп батыр әні. Көрдің? Ал, енді риза болсаң, біз қайтайық. Рахмет. Жақсы, разы. Бұдан кейін шақырмай енді. Енді шақыратын болсаң, бір палатаға апарамыз. Сөрден шығамай, жатып қаласың бекерге. Түсіндің ба? Давай. Құтылдық ау. Врач Смақ алғаш. Мен емес. Мен айтқан жоқпын. Сен бізді алқаш деп тұрсың ба? Аға, мен емес деп рас айтам. Мына псих бізді алқаш деп тұр ма? Біздің алғаш екеніміз қайдан біліп қойды ол? Сволш! Біз жетіскеннен жүрген жоқпыз, Мен айтқан жоқ. Біз 35 жыл болды, күн демей, түн демей, аяз демей, ыстық демей, көшеде жүрдік. Жетіскеннен алқаш болып атқан жоқпыз біз. Оңбаған. Ана тіліңді қырғып алам енді. Сөйлеп айтатын болсаң. Сволш.
Ey, men tepкен жоқпын. ойбай менікі мынандай ақ қой ол мына жетпейді да оны Ей, анан қара әне астапыралла. Мына жерде астапыралла. Не болып жатыр? Одан кейін арақты қоямыз ау деймін. Арақтан бір ана психбольницада орын бар кезде барып жатып алайық. Айттым саған оразада ішуге болмайды деп. Звонда. Астапыралла. Жотам бауыр, мәз болдың ба? А? қайдасың Сол жағында тұрмын, айта бер, Жотам. сендер кімсіңдер Біздер деген бар ғой, шұғыла біздің бүкіл шындығымызды ашпақшы. Біз деген фейкпіз. Мына фейк дегендер өмірде өзінің орнын таппаған адамдарымыз біз. Ана Инстаграмнан, ТикТоктан әртүрлі аккаунттар ашып аламыз дағыны. Сөйтіп бір бақытты болып атқан бір адамға, жетістікке жетіп атқан бір адамдарды көре алмаймыз біз. Сөйтеміз де солардың Инстаграмына кіріп негатив сөздер жазамыз. Өйткені біз өмірде өз жолымызды таппағанбыз. Өткенде ана Нұрлан Испановқа бар ғой, мал деп жазып кеткен мен мысалға. Өткенде сен Инстаграмға бір ишак деп жазған мен мысал. А сендер бізді ұстай алмайсыңдар. бауыр ақылың болса өз-өзіңе кел өмірге іштарлықпен емес құштарлықпен қара құштарлықпен қарсаң қуана білмегенге құт қонбайды дейді сен өмір бақи құтсыз болып өтесің одан да өзімізге орал мынандайыңда екінші жасаушы болма бауырым мен сен ақылымды тыңда түсіндің ба Анау жоқ, ерекше қонағыңыз. Алматын бәрін аралап шықты, еш жағында жоқ. Таппадым. кім жоқ Жаңағы таппай келме дедіңіз ғой, ерекше қонақ деген. Қаяқ ерекше, қаяқ жоқ. олар бар олар осы жерде жүр олардың бәрін тауып айтып ұстап милицияға өткізу керек Кәнеге Алматы көңілдірек отырайық, жеңгелер айласа!